Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру пәнінен дене шынықтыру сабағы, мысалдар және есептер шығарамын тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты балаларға дене шынықтыру жаттығулары туралы түсінік қалыптастыру, мысалдар мен тапсырмаларды шешу. Психологиялық ахуалдан бастайық. Кәне біздер ойлайық, ойымызды жинайық. Қандай есеп болса да шешпей оны қоймайық. Оқушылар мұнда не істеп тұр? Дұрыс айтасыңдар, дене шынықтыруға дайындалып тұр. Онда барлығымыз бірге дене шынықтырайық. Сәлем оқушылар, сендер өте мықты, сау және өте төзімді болғыларың келе ме? Ол үшін не істеу қажет? Дұрыс айтасыңдар, жаттығу жасау қажет. Мен қазір сендерге бірнеше жаттығуды көрсетемін. Оларды 4 немесе 5 рет қайталауға болады. Бастайық онда. Бірінші жаттығу көзге арналады. 1 оңға, 2 солға, 3 жоғары, 4 төмен қараймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяғымызды иық көлемінде ашамыз, қолымызды белімізге қоямыз, басымызды оңға, солға, алға, артқа бұрамыз. Бастадық. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Жарайсыңдар. Енді сол қолды жоғары, оң қолды төмен қоямыз. 1 дегенде алға, 2 дегенде артқа сермейміз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жарайсыңдар. Ендігі жаттығу жүзу жаттығу деп аталады. Қолымызды жүзген сияқты алға қарай сермейміз. Кәне 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жарайсыңдар оқушылар. Енді оң қолымыз жоғары, сол қолымыз белде, сол жаққа қарай иілеміз. Қолдарымызды ауыстырып, оң жаққа қарай иілеміз. Кеттік. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Аяқтарымызды иық көлемінде ашып, қолымызды екі жаққа түзу созамыз, денемізді оңға, солға бұрамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жарайсыңдар. Аяқ арасын иық көлемінде ашып, саусақ ұштарын башпайымызға тигіземіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Аяқтарымыз қосамыз, қолымыз белімізде. 1 отырамыз, 2 тұрамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Қолымызды жоғары көтереміз, денемізді қолымызбен жоғары созамыз. Осы қалыпта бірнеше минут тұрамыз. Жарайсыңдар. Енді тыныс алу жаттығуы. Терең демаламыз, ауаны шығарамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Терең демаламыз, шығарамыз. Көп рахмет достар, сау болыңдар. Бірінші тапсырма: суретке қарап, сана суретте нелер 10-10-нан. Екінші тапсырма: фигураларды жалғастыр, сал. Пішіндерді ұмытып қалмаппыз ба оқушылар? Кәне, тапсырманы орындайық. Үшінші тапсырма: фигураларды сана және кестені толтыр. Мысалға, бірінші үшбұрыш. Үшбұрыштың астында жасыл түс берілген. Жасыл үшбұрыш нешеу? Санаймыз. Мұнда біреу, астына 1 деп жазасыңдар. Дәл солай тік төртбұрыш, шаршы, бесбұрышты жазамыз. Фигуралармен мысалдар құрастыр. Жоғарыда берілген фигуралармен ойларыңыздан есеп шығарыңыздар. Кері байланыс. Бүгінгі сабақ қиын болса қызыл, әлі де түсінгің келсе сары. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндім десең жасыл түсті жібер. Назарларыңызға рахмет.